Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның асылдығы. Болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін сезіне алатын, оқушының ішкі дүниесіне үңіле алатын ұстаз ғана мықты көшбасшы. Бұл ғасыр білім ғасыры. Ақыл мен сананың, білім мен біліктің бәсекеге түсер ғасыры. Сондықтан да бүгінгі жас ұрпақты тәрбиелеу, елдің ертеңі үшін әр ұстаз аянбай еңбек ету қажет. Әкем ұстаз болған еді. Менің мамандығым мұғалім. Қиындығы мен қызығы мол, осы мамандықты бала күнімнен әкемнің көмекшісі ретінде таңдадым. Бүгін осы толағай тақырыпта не түсіндіңдер? Маған қандай ой айта аласыңдар? Мен барлық балаларды осы толағай секілді епті, иықты, жігерлі болуға шақырамын. Одан отбасыдан басталады. Одан үшін отқа түс демейсің. Біз толағай сияқты болу үшін, толағай сияқты жанымызды, отанымыз үшін жанымызды беруге дайын болу керекпіз. Дұрыс айтады. Мен толағай сияқты батыр, иықты, ержүрек болғым келеді. Кәусар, не дейді екен? Отандастық деп бекер айтпаған. Толағай атамыз өзінің халқын құтқару үшін өз жанын құрбан етті. Толағай бала шағында жігерлі, байсалды, адал, батыр және ержүрек болды. Солай, кішкентай кезінен солай өсті, иә? Ал енді Нұрбол, сен толағайдың рөлін сомдадың, иә? Сонда сен қандай әсер алдың? Мен өзім өте жақсы әсер алғанымен, бірақ толағайдың ерлігі маған ұнады. Ел аузынан тараған аңыз ертегісі. Жігерлі, өзіне сенімді болу қажет. Спортпен Көп айналысу керек. Біз қазір бақытты заманда өмір сүріп жатырмыз. Рахмет оқушылар, бүгінгі сабаққа бәрің жақсы қатыстыңдар. Көбейтіндісі 150. жарайсың. 360 пен 3-тің бөліндісі 120. 320 мен 3-тің көбейтіндісі 3-тің көбейтіндісі 320-ны 3-ке көбейткен кезде 984 пен 2-нің бөліндісі 984 пен 2-нің бөліндісі 984 пен 2-нің бөліндісі 30 ұпай, иә? Апа 367. 440-ты 3-ке көбейткенде 440-ты 1300 қайсың бірінші айтасың? 1320. Жарайсың. Ал балалар 3 шапалақ. Серғазыға 7 балл, Нұрболға 10 балл. Еңбек еттім ұрпақ үшін, ел үшін, тағдыр маған тарту етті жемісін, шәкірттерім жемісімнің дәнегі, қолға тиген жеңісім бар дәлелді. Мәлік Ғабдуллин айтқандай, мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді деген екен.